еңбек шарты біріншіден бұл жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы еңбек қатынастарын реттейтін бірден бір құжат болып табылады. Еңбек кодексінің 23-ші бабының 2-ші тармақ 2-ші тармақшасына сәйкес бұл жұмыс берушінің негізгі міндеті болып табылады. Бұл еңбек шартын жасаспай жұмыскерді жұмысқа жіберуге тыйым салынған. Беруші егер еңбек шартын бір жақты бұзғысы келсе, бұл еңбек кодексінің нормаларында көзделген. Кодекстің 52-ші бабына сәйкес жұмыс беруші егер экономикалық жағдай нашарлаған жағдайда, кәсіпорынның қысқарту болған жағдайда штаттарды немесе адам саны қысқарту болған жағдайда өзінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұза алады. Бірақ бұл жерде ескерте кететін бір жайт, жұмыс беруші жұмыскерге міндетті түрде бір ай бұрын хабарлама берілу керек. Хабарлама берілгеннен кейін жұмыстан айырылуына байланысты кодекстің 31-ші тармағына сәйкес өтемақы бір айлық орташа жалақы көлемінде компенсация төленеді бұл жерде. Сонымен қатар өзінің бастамасы бойынша жұмыс беруші егер қызметкерге басында сынақ мерзімі бекітіледі, 3 ай мерзімі. Сол 3 ай сынақ мерзімінің қорытындысы теріс болған жағдайда, аттестация бойынша білімі сәйкес келмеген жағдайда, сонымен қатар мастан күйде психотроптық заттар қолданған жағдайда, анықталған жағдайда сот шешімі бойынша жұмыстан босатылады. Еңбек шарты жасақталмай жұмыстан шығарылған жағдайда, бұл жоғарыда айтып өткенімізде еңбек шартын жасасу міндеті жұмыс берушінің. Егер еңбек шартын жасаспай жұмыс жасаған жағдайда, ол жұмыскердің өтемақысын алуға бұл ешқандай кедергі болмайды. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты жасақталмаған, ол жұмыскердің айлығын алуға, компенсациясын алуға немесе жалақы сақталатын демалысының төлемдерін алуға ешқандай кедергі емес. Жалақының төлеу мерзімдері 13-ші бабында кодекстің көзделген. Бір айдың зарплаты еңбек ақысы келесі айдың 10 күндігіне дейін міндетті түрде түсіру керек. Егер уақытынан кешіктірілген жағдайда, ол бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әкімшілік жауапкершілікте болады жұмыс беруші. Жұмыскер өндірісте жарақат алған жағдайда немесе денсаулығына зақым келген жағдайда, ол зақым алған күннен бастап, еңбекке қабілетсіздігі басталған күннен бастап, еңбекке қабілеттілігі қалпына келгенге дейін, немесе мүгедектік, инвалидство дейміз, берілген кезге дейін, тағайындалғанға дейін мүгедектік. Жұмыс беруші өз қаражаты есебінен әлеуметтік жәрдемақы төлеуге міндетті болып саналады. Жұмыс берушінің жұмыскер мен еңбек шартын бұзу бойынша шектеулер еңбек кодексінің 54-ші бабында нақты көзделген. Яғни жұмыскер еңбек демалысында жүрген кезде, немесе ақысыз еңбек демалысы кезінде, іс-сапарда жүрген кезінде, еңбекке жарамсыздық уақытында жүрген кезде ол кісінен еңбек шартын тоқтатуға жол берілмейді, сол аралықтарда, сол уақыттарда. Сонымен қатар жүктілігі туралы анықтама ұсынған әйел адамға, немесе 3 жасқа дейінгі бала тәрбиелеп отырған әйел адамға, сондай-ақ 14 жасқа дейінгі мүгедектік баланы тәрбиелеп отырған жалғызбасты аналарға, және оны сондай санаттағы бекітілген асырап алушылар 14 жасқа дейін мүгедек баланы тәрбиелеп отырса, солармен, сонымен қатар зейнет жасына 2 жылдан астам аз уақыты қалған қызметкерлермен сокращение, қысқарту жасауға болмайды. Жұмыс беруші еңбек кодексінің 52-ші бабына сәйкес бір ай бұрын хабарлай отырып, жұмыскерді жұмысынан қысқартылады. Экономикалық жағдайлар нашарлауына байланысты штат қысқартылатын жағдайда, немесе адам саны қысқартылатын жағдайда бір ай бұрын хабарлап, жұмыскерді өтемақысын, бір айлық орташа жалақы өтемақысын төлей отырып, жұмыстан қысқартылады. Уақытша жарамсыздыққа байланысты еңбек кодексінің 33-ші бабына сәйкес мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының, уәкілетті органдарының берілген қағазына, парақшасына сәйкес, яғни больничный парақшасына сәйкес, жұмыс беруші жұмыскерге өтемақы төлеуге міндетті. Ол еңбекке жарамсыздық кезіндегі өтемақының мөлшері 15 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. Қосымша үстеме беру тәртібі еңбек кодексінің 108-ші бабында көзделген нақтырақ. Бұл жерде үстеме жұмысқа 3 жасқа дейінгі балалар келіншектер, аяғы ауыр келіншектер, сондай-ақ зейнет жасына жақын қалған азаматтар, 18 жасқа толмаған азаматтар үстеме жұмысқа тартылуға тыйым салынған. Үстеме жұмысқа тарту үшін ол қызметкердің міндетті түрде жазбаша келісімі болу керек. Үстеме жұмысқа тартылған қызметкерге еңбек ақысы өзінің бір күндік, бір сағаттық мөлшерлемесі негізге алына отырып, 1,5 еселіктен кем болмайтын мөлшерде жүргізіледі. Яғни, ол қызметкердің 1 сағаттық мөлшерлемесі 500 теңгеде болатын болсақ, ол кісі үстеме жұмысқа тартылған үшін 1 сағатына 750 теңгеден төлену керек, 1,5 еседен.
егер қызметкер өзінің жұмыс графигінен тыс, жұмыс кестесінен тыс демалыс күні жұмысқа тартылған жағдайда, сол демалысқа тартылған күні түнгі ауысымға тап келетін болса, ондай жағдайда жұмыс беруші қызметкерге 3 есе көлемде еңбекақы төлеуге міндетті. Демалыс күніне шыққан үшін 1,5 есе, түнгі ауысымға шыққан үшін 1,5 есе. Сол кезде 3 есе еңбекақы төленуі тиіс болып табылады. Еңбек құқығы бұзылған жағдайда бірден-бір жауапты мемлекеттік орган, ол Атырау облысы бойынша мемлекеттік еңбек инспекция басқармасы болып табылады. Біздің нақты адресіміз Атырау қаласы, Пушкин көшесі 163 ғимарат. Байланыс телефондарымыз 51 99 02, 51 99 03. Заңсыздыққа жол жоқ, бұл сенің құқығың.